Қазақстандықтар үшін өз бизнес жобасын жүзеге асыруға тағы бір жақсы мүмкіндік туды. Кәсіпкерлікті қолдауға арналған стартап болашақ байқауының екінші маусымы басталды. Оған 18 бен 29 жас аралығындағы кез келген азамат қатыса алады. Биылғы жүлде қоры 30 миллион теңгеден асады. Әрі үздік жоба авторлары инвесторлар мен даму қорының қаржылық қолдауына ие болады. Бұдан бөлек Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы жасыл экономика саласындағы стартаптарды іске асыру үшін 15 миллионның теңгенің гранттарын бөліп отыр. Байқауға қатысу үшін өтінімдер қыркүйектің 23-не дейін қабылданады. Айта кету керек, 2000-нан астам жоба қатысқан игі шара алғаш рет былтыр өткізілген болатын. Біріншіден, іріктеудің ең басты өлшемдерінің бірі ол жобаның өндіріске және бизнес ортасына қосу мүмкіндігі. Екіншіден ол әлеуметтік құны, үшіншіден ол жұмыс орнының ұсыны, және мен айтып кеткен Қазақстанда жасалған деген брендін паш ету. Біздің іріктеу ашық түрде ұйымдастырылатын болады. Ірі халықаралық аудиторлық компаниялардың өкілдері қатысатын болады комиссияның ішінде.